Қадірлі ағайын, құрметті қонақтар, бүгін біз бір ерекше сәттің куәсіміз. Екі жастың жүрегі тоғысып, тағдырлары бір арнаға тоғысқан күн. Адам баласының өмірінде ең қасиетті сезім махаббат. Махаббат аспандағы жұлдыз секілді, алыстан жарқырап, өмір жолыңды жарық қылады. Бүгінгі біздің жас жұбайларымыз да сол жұлдыздай бір-біріне нұр сыйлап, жаңа өмірге қадам басып отыр. Қыз үйдің гүлі, ұлттың намысы, ол елдің тірегі, шаңырақтың иесі. Бүгін сол екі тағдыр бірігіп, бір шаңырақтың киесіне айналды. Мен тілер едім, осы екі жүрек ешқашан мұздамасын. Махаббаттарыңыз көктемнің жылы самалындай мәңгі болсын. Бір-біріңізге тірек, сырлас, мұңдас болыңыздар. Ертең өмір жолыңызда қуаныш пен сынақ қатар жүрер. Сол сәттерде бір-біріңді кінәламай, түсінуге, ренжіспей, кешіруге, суыспай, жылу беруге тырысыңыздар. Бақыт деген байлық емес, бақыт деген өз үйіңде күлкі есту, жаныңда сені жақсы көретін адамның болуы. Сол бақты сендерге Алла нәсіп етсін. Келінімізге айтарым, босағаңнан аттаған сәттен бастап, бұл үй сенің де ошағың. Жылы сөзіңмен, пейіліңмен осы үйге береке дарыт. Жігітке айтарым, әйеліңе қамқор бол, сөзіңмен емес, іспен сүй. Сенің мейірімің, оның күлкісі, сенің мықтылығың, оның тыныштығы. Бүгінгі күн тек той емес, бұл екі әулеттің жүрегін біріктірген қуаныш. Сол қуаныш көбейсін, ұлыңыз ұядан, қызыңыз қиядан ұшсын. Кәне, ағайын, осы екі жасқа арнап тост көтерейік. Олардың махаббаты күн секілді жарқырап, ай секілді нұрын төгіп, жұлдыздай сөнбесін. Жас жұбайларға ұзақ ғұмыр, берекелі өмір, балдай тәтті махаббат тілейік. Тойларыңыз тойға ұлассын.